Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Арайлым. Бүгін мен сіздерге тауық етімен жасалынатын котлеттердің рецептісін ұсынғым келеді. Котлеттер өте жұмсақ болып шығады, әрі өте дәмді. Дәл осы рецепті толықтай көру үшін видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге батон нан қажет болады. Батон нанның мен тек 2 кусогын ғана қолдандым. Енді нанымызды 4 бұрышты формада турайтын боламыз. Турап алған батон нанымызды арнайы шұңғыл ыдысқа саламыз. Осы шұңғыл ыдысқа 100 мг сүт қосатын боламыз. Кез келген пайыздағы сүт бола береді. Жақсылап араластырып, бөлек бір жерге қойып қоямыз. Тауықтың төс етін қолданатын боламын. Тауықтың төс еті өте жақсы үйлеседі, яғни оны арнайы ет тартқыштан тартып алатын боламын, немесе осындай блендердің көмегімен майдалап алатын боламын. Бізге 2 пияз, сонымен қатар 2 сарымсақ қажет болады. Пиязды барынша майдалап турауға тырысыңыздар. Турап алған пиязымды тауық етінің үстіне салатын боламын. Сарымсақты да майдалап турауға болады, немесе арнайы өткізгіштен өткізіп алатын боламыз. Оған дейін біздің батон нандарымыз сүтті бойларына сіңіріп, жұмсақ болып тұр. Оны да осы шұңғыл ыдыстың ішіне салатын боламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Қара бұрыш қосамыз. 1 жұмыртқа қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Енді табаға кішігірім мөлшерде сұйық май құйып, қыздыратын боламыз майымызды. Осы сұйық майдың орнына сіздер сары майды қолдансаңыздар да болады. Сары май қолданатын болсаңыздар 50 грамм қолдану қажет. Котлеттердің формасын жасайтын боламыз. Жасалған котлеттерімізді ұнға 2 бетінде былғап алатын боламыз. Енді орташа отта котлеттерімізді пісіретін боламыз. Шамамен әрбір бөлігін 2-3 минуттай пісірдім. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жерде сұйық майдың мөлшері өте аз, яғни осылай мөлшерде ғана қолданатын боламын. 2 беті піскенше пісіремін. Енді екінші бетіне аударатын боламыз. Орташа отта пісіретін боламыз. Піскен кезде осындай сарғыш түстес болып пісетін болады, достар. Мұқият қараңыздар. Енді екінші бетінде 2-3 минуттай пісіреміз. Одан кейін бөлек табаға, немесе сол табаға да майды қыздыруларыңызға болады. Мен енді бұл жерде қасына соус жасағанды жақсы көремін. Сол үшін қызып тұрған майға кішкене мөлшерде пияз қосатын боламын. Туралған пияздың үстіне теркадан өткізілген сәбіз қосатын боламын. Екеуін жақсылап араластырамын. Енді осы пияз бен сәбіздің үстіне біздің алдын ала қуырып алған котлеттерімізді бетіне қойып шығатын боламын. Сонда бізде сәбіздің шырыны бөлініп, котлеттеріміз одан сайын дәмді болып шығатын болады.
Осы жерде достар, құрғақ болып қалмас үшін кішкене мөлшерде ғана қайнаған су құятын боламын. Бірақ көп құймаймын, кішкене мөлшерде ғана. Оттың астын жай отта пісіретін боламын. Шамамен 5-10 минуттай бетін жауып. Бізде қасына гарнирға пюре болатын болады. Пюре өте жұмсақ әрі керемет болып шығады. Алдағы уақытта осы пюренің рецептісін YouTube каналыма салатын боламын, достар. Котлет пен пюре негізі өте жақсы үйлесетін болады. Пюренің үстіне піскен 2 котлетімді қоятын боламын. Осымен, достар, біздің рецепт аяқталды деп айтсам болады. Сіздерге егер ұнаса өте қуанышты боламын. Алдағы уақытта тағы да жаңа видеоларды үзбей көру үшін каналыма жазылғаннан кейін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде әрдайым жаңа салынған видеолардың барлығы сізге SMS түрінде келіп отыратын болады. Сіздермен болған Арайлым.